Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асықса бойнап еркелеп өскен ауылым. Ауылға келген қонақтар осы жерде дамылдап, жанға сая тауып, мұнда құрметті қонақтарды қарсы алуына қолайлы жағдай жасалған. Қадірменді ағайын, сіздерді бүгінгі киіз үйдің ашылуымен шын жүректен құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, толағай табыс тілеймін. Еліміздің еңсесі биік, рухы асқақ, болашағы баянды болсын. Береке құтты болсын. Мәңгі өшпейтін жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Өзен көлің тауың орманың, бәрі де менің арманым. Айналайын туған ауылым, осы әнімді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لأبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah Teala okugan Kur'an'ımızın savabın Ulu Vatan soğusunda elimizde yerimizde korgauda şahit bolgan babalarımızın şeriflerine başladık. Жедел жетіппіз артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз арайын төгіп аспаным араласамдай жер-жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді арайын төгіп аспаным араласамдай жер-жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді қонатын көлдің бетіне түнгі аспанның сағындым түнейтін соның шетіне құрдастарым сағындым жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым айтқандай дауысын төлдің сағындым ауылдан көшсең көш керуен қалада өрле өсмейлі ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді ауылдан көшсең көш керуен қалада өрле өсмейлі ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді Өскен жерге ұям бәрінен биік бағасы кәрі тау бөктері ағынды судың жағасы көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы ауылым кең дала мен сол даланың баласы ауылыма жердегі жәннатым мен өзіңе қайта көшемін жүрегім елдеп елсіреп ауылдың суы ауылдың нуын сақтай күйген тірліктің дүрбен шулары шаршатты ауылға барам бәрі де
жан сүйінген шарбаққа ауылым жайлы бауырым жайлы. Сіздерді толғауы терең, тарихы тағылымды Тоғызкент ауылының 80 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Аудан орталығынан 80 шақырым жерде Талас өзенінің тармағында орналасқан Тоғызкент ауылының іргесі 1945 жылы асыл тұқымды Қаракөл қойын өсіретін Түркіскен кеңшарының орталығы ретінде қаланды. Оның негізінде 1997 жылдан Тоғызкент акционерлік қоғамы және 20-дан астам шаруа қожалықтары құрылды. Құрамына Майлыкөл, Әбілда ауылдары енгізіліп, округ статусы берілді. Бүгінде жаңарудың жаңа жолына түскен елді мекен еңсесін түзеген аймаққа айналуда. Ауылдық округте 47 шаруа қожалық тіркелген. Оның жұмыс істеп тұрғаны 45. Бұл шаруа қожалықтардың 50%, яғни 23-і мемлекеттік бағдарламаларға қатысуда. Мүйізді ірі қара малын асылдандыруды 11 шаруашылық, қой малын асылдандыруды 13 шаруашылық жүргізуде. Ауылдық округте барлығы 19 көше болса, қазіргі уақытта толығымен түнгі жарық орнатылған. Өткен жылы Тоғызкент ауылындағы Шоралы көшесіне заманауи күн көзімен қуатталатын көше жарықтары қойылды. Ауылдық округке қарасты елді мекендердің 16 көшесі асфальтталды. Тоғызкент ауылының Есмырза көшесі мен Әубәкіров көшесі ағымдағы жөндеуден өткізілді. Саудакент Тоғызкент бағытында Кребес автокөлік жолына орта жөндеу жүргізілді. Биылғы жылы Тоғызкентке өрт сөндіру бекеті ашылып, жаңа өрт сөндіру көлігі берілді. Жаңадан 6 жұмыс орны ашылды. Бұған қоса малды аймақты түрлі қауіпті аурулармен алдын алу мақсатында ветеринарлық комплекс салынды. Мәдени көпшілік шаралар өткізетін жазғы сахна бой көтеріп, балаларға арналған ойын алаңшасы ашылды. Ауыл ортасындағы футбол алаңшасын жаңартылды. Ауылішілік жолдар жөндеуден өтті. Балабақшаға газбен жылыту контейнерлері орнатылды. Ауылына қарап азаматын таны деген қалыппыз. Атақты би, датқа болған Сапақ Байшуағұлынан бастап айтар болсақ, әскери қолбасшы Саңырақ Тоқтыбайұлы, айтыс өнерінің дүлдүлі Ұлбике Жангелдіқызы, Ұлы Отан соғысының 2 және 3 дәрежелі даңқ орденінің иегері атанған Балдақ Иманбеков, социалистік еңбек ері Айқожа Созақбаев, Байназар Еркінов, ақын Төреқожа Қанқожаұлы, ел басқару ісінде мәртебесі биік Сарысу ауданының тұңғыш әкімі Әбдіманап Көпбергенов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері болған Мейрамбек Төлепберген, Қазақстанның құрметті журналисті Болат Мауленов, жазушы, аудармашы Әбді Шынбатыров, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі болған ағамыз Болат Жаппаров, көрнекті педагог болған Әбдіғазит Жылқайдаров, ұлағатты ардагер ұстаз Мәдіғұл Қожмағамбетов, атақты академик болған Сейсенбек Тайменов, химия ғылымдарының докторы Құралбек Құлажанов, техника ғылымдарының докторы Сағатбек Мырзашев, Түркіскен совхозының 30 жылға жуық басқарған Сейітжан Тасыбаев, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Ерген Қалдыбеков, сазгер Чкал Елеусінов, музыкант Таппар Сауранов, театр және кино актрисасы Бақыт Әліпбаева сынды танымал қайраткерлер қасиетті Тоғызкент топырағынан шықты. Ардақты ағайын, ауыл ел бесігі, тіршіліктің тірегі, бірліктің ұйытқысы мен салт дәстүр сабақтастығының айқын көрінісі табылатын қастерлі орын. Ауыл сан толқын ұрпақтың кіндік қаны мен маңдай тері тамған киелі мекені. Сондықтан ауыл дегенде елең етпейтін қазақ баласы жоқ шығар. Ұланына қайтпас қанат, талмас талап берген Тоғызкенттің болашағы әркез жарқын болғай. Мерейлі мереке құтты болсын, қаймағы бұзылмаған ауыл көркейе берсін, той қаласын.
ауылының 80 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мен Ерман Сұлтанов осы жерде Сағынбеков Сұлтан деген қария болған, көп жыл түйе бағып, шопан болған, түйеші болған ол кісі. Еңбек ері, үш орденнің кавалері, выставка народного хозяйства дейді Москвадағы, соның участнигі, үздік медальмен ояқта да марапатталған кісі. Сұлтан көкеміз ағайынға ауызбіршілікті, еліне тыныштықты ойлаған сол заманның меценаты болған, ағайынға жанашыр болған. Мен сол кісінің немересімін. Той құтты болсын. Рахмет мынау. Көңіл бөліп, сіздердің марапаттағандарыңызға рахмет айтып келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
құлаған